Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін американдық панкейк дайындаймын. Өте дәмді, сондай жеңіл болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бір жұмыртқаның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електің ішіндегі ұнға қамыр қопсытқыш салып, електің ішінде араластырамыз. Ұнды аз мөлшерден салып, електен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Түйіршіксіз біркелкі сұйық масса болуы қажет. Ұнымыздың барлығын салып болдық. Енді ертілген сары майды құйып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Енді табамызды жақсылап қыздырамыз. Табаға ешқандай май, ештеңе құймаймыз. Құрғақ табаға осындай аз мөлшерден панкейктерімізді құйып шығамыз. Беті осылай көбіктеніп, тесіктер пайда бола бастағанда, бұл аудару керек деген сөз. Екінші жағын аударып аламыз. Екінші жағы бірінші жағынан қарағанда тез піседі. Егер сізде табаңыз үлкен болса, 2 немесе 3 панкейкті бірден пісірсе болады. Табаның астындағы от орташа отта тұруы қажет. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Әсіресе балалар жақсы көреді. Балапандарыңызға жасап беріңіздер. Міне біздің панкейктер дайын болды. Шоколадпен, балмен, қаймақпен ұсынсаңыз болады. Өте жұмсақ, ортасы толығымен піседі. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.